Ауруханаға қаралам деп барып ауру тауып қайтасың. Ел арасында осындай сарындағы әңгіме көп айтылатын рас. Ақиқат деп қабылдаудан аулақпын, бірақ халық айтса қалт айтпайды деген де бар. Мәселен, кеше ғана әлеуметтік желілерде дәрігерлерге қатысты видео жарияланды. Желі бірден лап ете қалды. Себебі материалда басқа емес, бас дәрігердің жаға ұстатар сөздер бар. Онда ол қарамағындағыларға науқастарды қалай алдап, ақмақ қылып, ақша қағып алудың амалдарын үйретеді. Эта таблица должна быть заполнена вся. Для этого вам нужны платные больные, для этого нужно хорошо собирать анамнез. Человеку, который пришел на аппендэктомию, можно полностью прогрузить. Старую черепно-мозговую травму вытащить из анамнеза, отправить на КТ, на консультацию невропатолога и так далее и тому подобное. Грузите больных. Мұндайда жығылғанға жұдырық дейді қазақ. Дертіне дауа іздеп келген науқасты ары-бері бос жүгіртіп, нәтижесінде қалтасын бос қалдыру мына бас дәрігердің басты мақсаты сияқты. Ақыл түрде емделетін адамдарға кенедей жабысып, тиімсіз тексерістерден өткізіп, ақшасын сорып алуды қарамағындағыларға ашық әрі қатаң тапсырып отыр. Бүгінгінің дәрігерлері дәрігер емес, адамның денсаулығымен ойнайтын бизнесмен болып кетті дерсің. Видеоны көргендердің пікірі осыған саяды. Бұл видеоны Facebook қолданушы жариялаған. Желдегілер бірден талқыға салып, одан әрі материалды тез таратып жіберді. Қазірдің өзінде 6000-нан аса адам бөлісіп, 1000-ға жуық пікір жазылған. Видеодағы әңгіме теріс табыстың теориясы, ал практикасы қандай екенін халықтың өзі айтып береді. Футбол етеді бір неден бір кабинеттен екінші кабинетке. Направили лордан неге какой-то неге центрға. Центрға бардым. Там же обратно платный везде. Ол центрдан взяли, неге направили медлазер центрға. 10 курсов ондан өттім, сказали 10 курсов. Одан кейін қайтадан по новой проходить надо дейді. Ал емделейін десе ақшасы жоқ науқастардың соры тіпті қалың. Өйткені табалдырықты тегін аттасаң, теңбіл доптай боласың. Өзіміздің поликлиникаға барғым келеді, бірақ ол жерде тым көп доктор отырса да есік жауып отырады. Мысалы, баланы алып барсаң, маған емес анаған емес анаған, солай сандалтып жіберетіндер көп енді. Мәселенің мән-жайын білмек болып, денсаулық сақтау министрлігіне ресми сауал жолдадық. Оларда әуелі бір-біріне сілтеп, сылтаумен семіртті. Ақыры жаңа ғана ресми ақпаратты жариялады. Бұл видеода Алматы қалалық нөмірі 4-ші емханасындағы 2015 жыл өткен жиын көрсетілуі мүмкін. Жиынды емхананың бұрынғы бас дәрігері Аманов өткізген. Ол 2016 жылы қалалық нөмірі 7-ші ауруханаға ауысқан. Тексеріс аяқталғанша ол уақытша қызметінен босатылды. Осылайша денсаулық сақтау саласындағы тағы бір былыққа қатысты арнайы комиссия тобы құрылыпты. Сәйкесінше олар тексерістің нәтижесін кейін баяндамақ. Азамат Нұғманов, Дидар Елеуов, Қазақстан ұлттық арнасы.